Қайырлы күн достар. Мінекей Астананың әдемі қоңыр күзі. Кереметтей осындай бір ауа райы болып тұр. Жұмысқа кіргім келмей далада жүрмін. Нұрлы жол деп аталынатын. Арқамда, ар жағымызда міне Бәйтерек, оның ар жағында президенттің ақ үйі. Оның қасында бер жағында министрлер үйі, то министерство дейді. Оң жақта қорғаныс министрлігі, мына жақта сыртқы істер министрлігі, бүкіл министрліктердің бәрі осы жерде жиналған. Мынау домалақ тұрған бұл ұлттық архив. Оның ар жағында академиялық кітапхана бар. Ол биік болып тұрған Абу-Даби зданиясы. Осындай бір әдемі көк күздің күні. Соны ойланып келе жатырмын, Алла тағала қандай ғажап осының барлығын жаратты. Аның бәрін енді адамды Алла жаратты ғой. Алла тағала кез келген адамды жайдан жай мына дүниеге жібере салмайтын шығар. Керексіз, бесполезный сондай адам болмайды деп ойлаймын. Өйткені Алла тағала бәрімізді белгілі бір миссияменен осы жер бетіне жіберді. Бір-бірімізге жақсылық сыйласын, қуаныш сыйласын, махаббат сыйласын, мейірім сыйласын деп. Мына бір орындықтарды міне адам отыру үшін адамдар жасады. Мына үйлерді адамдар тұру үшін, мына зданияларда жұмыс жасау үшін адамдар жасады ғой. Қажет болғаннан кейін осының бәрі жасалынды. Сонда адамды да қажет болғаннан кейін жерге жіберген шығар Алла тағала. Алла керемет шебер ғой енді. Сондықтан мынау бала-шағаға, немерелерге айтуымыз керек: сен бұл жерге бекер келген жоқсың. Сенде белгілі бір қажеттілікпен Алла сені жаратып жіберді. Енді тек қана қарахан басында емес, халыққа қызмет етуді үйрен балам. Қазақтың баласы бол, ұлттың баласы бол деп үйретіп қойыңыздар арасында. Міне балдар жүгіріп жүр. Қайырлы күн болсын баршаңызға. Алла тағала әр күннің берекесін, қайырын берсін. Осындай әдемі күндеріміз көп болсын. Жарқырап, жап-жарық аспан тап-таза, бір шөкім бұлт жоқ. Қараңыздаршы, керемет бір ғажайып осындай Алланың керемет бір күні. Күндеріңізге сәттілік тілеймін, аман болыңыздар.